Сәлем балалар, 3 сынып математика 94 сабақ есептеу қорытындылау тақырыбы. Бүгінгі сабақтан сен есептеуді үйренген тәсілдерін қолданатын боласың. Бірінші тапсырма: біздің мектептің оқушылары циркке барды. Қысқаша жазылуы бойынша есептер құрастырып көр. Қыздар 24 адам, ал ұлдар белгісіз, қыздардан 2 есе артық барды. Барлығы неше адам барғанын табу қажет. Ол үшін 24-те 2 есеге арттырамыз, 48. Демек, циркке қыздар 24 барса, ұлдар 48 барған. Барлығын табу үшін 24 пен 48-ді қосамыз, 72-ге тең болады. Демек, есептің жауабы: циркке барлығы 72 адам барған. Екінші есеп: кинотеатрда балалар мәшинелер туралы мультфильм көрді. Қысқаша жазылуы бойынша есеп құрастыр. Жүк көлігі 21, қоғамдық көлік белгісіз, бірақ жүк көлігінен 2 есеге артық. Жеңіл көлік белгісіз мәшине. Демек, барлығы 125 мәшине. Ең бірінші қоғамдық көліктерді есептеп алайық. Ол үшін 21-ді 2 есеге арттырамыз, 42. Қоғамдық көліктер 42 екен. Енді барлық мәшиненің санынан жүк көлігі мен қоғамдық көліктердің санын кемітеміз. Айырманың мәні 62-ге тең. Есептің жауабы: жеңіл мәшине 62 екен. Үшінші есептеп дұрыстығын тексер. 42 мен 14-тің бөлінісі 3-ге тең. 90 мен 45-тің бөлінісі 2 болады. 80 мен 16-ның бөлінісі 5-ге тең болса, 82-ні 41-ге бөлгенде 2-ге тең болады. 57-ның 19-ға бөлінісі 3, ал 72-ның 18-ге бөлінісі 4-ге тең болады. Төртінші теңдеулерді шеш. X пен 75 бөлінген 5-тің мәнін көбейткенде өрнектің мәні 30-ға тең болады. Мұндағы 75 пен 5-тің бөлінісі 15, x-ті табу үшін 30-ды 15-ге бөлеміз. Демек, x 2-ге тең болады екен. Ал енді x-тің бастапқы мәніне осы санды қойып теңдеуді тексерейік. 2 көбейтілген 75 бөлінген 5 тең 30-ға. 75 пен 5-тің бөлінісі 15, 2 мен 15-тің көбейтіндісі 30-ға тең. 30 тең 30. Теңдеуіміз дұрыс шықты. Келесі теңдеу: x көбейтілген 88 пен 2-ның бөлінісі 44 тең 88-ге. x-ті табу үшін 88-ді 44-ге бөлеміз. x 2-ге тең болды. Ал енді 2-ні x-тің бастапқы мәніне қойып теңдеуді тексерейік. 2 көбейтілген 88 бөлу 2 тең 88-ге. 88-ді 2-ге бөлгенде 44. 2-ні 44-ге көбейткенде 88 болады. Демек, теңдеуіміз дұрыс шықты. Бесінші есепті шығар. Кинотеатрға балалар мен ересектер келді. Балалардың әрқайсысында 10 орындықтан 12 қатарға орналасты. Ал ересектер олардан 3 есе кем. Кинотеатрға неше ересек адам келді? 10 орындықтан 12 қатар 120 орын болады. Ал енді 120-ны 3 есеге кеміткенде 40 орын. Демек, кинотеатрға 40 ересек адам келді. Бесінші есебі: кинотеатрда 12 қатардың әрқайсысында 10 баладан отыр. Бұл ересектерге қарағанда 3 есе артық. Кинотеатрда неше ересек адам отыр? Бұл жанама есеп болып табылады. 12 мен 10-ның көбейтіндісі 120. Мұнда 3 есе артық деп тұрғандықтан біз 120-ны 3-ке бөлеміз. Өрнектің мәні 40-қа тең болады. Демек, есептің жауабы: кинотеатрда 40 ересек адам отыр. Бесінші есебі: кинотеатрда 8 орындықтан 15 қатар және 10 орындықтан 5 қатар бар. Кинотеатрда барлығы қанша орын бар? 8 пен 15-ті көбейтіндісі 120, 10 мен 5-тің көбейтіндісі 50. 120 мен 50-дің қосындысы 170-ге тең болады. Демек, есептің жауабы: кинотеатрда барлығы 170 орын бар. Бесінші есебі: мына залға қанша көрермен сиятынын есептеуге көмектес. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Демек, жалпы 5 қатарда 17 орыннан бар. 6-шы, 7-шы, 8-шы қатарлар 14 орыннан. Демек, 3 қатар 14 орыннан бар. 9-шы қатарда жалпы 12 орын бар.
Демек, бір қатар 12 орыннан тұрады. Ал енді осы қатарда қанша орыннан бар екенін есептеп шығайық. Ол үшін 5 қатарды 17 орынға көбейтеміз, 3 қатарды 14 орынға, 1 қатарды 12 орынға көбейтеміз. 5 пен 17-нің көбейтіндісі 85, 3 пен 14-тің көбейтіндісі 42, 1 мен 12-нің көбейтіндісі 12-ге тең. Осы сандардың қосындысы 139-ға тең болады. Демек, бұл залда барлығы 139 орын бар. Жалпы 139 көрермен сыяды. 6-шы тапсырма кесте бойынша өрнектер құры және жазулардың мәнін тап. Бірінші қосылғыш 520, екінші қосылғыш 22 мен 2-нің бөліндісі. 22 мен 2-нің бөліндісі 11-ге тең, 520 мен 11-дің қосындысы 531-ге тең. 45 пен 3-дің көбейтіндісін 300-ге қосқанда өрнектің мәні 435-ге тең болады. 16 мен 3-дің көбейтіндісін 120 мен 160-тың қосындысына қосқанда өрнектің мәні 328-ге тең. 600-ге 25 пен 5-тің көбейтіндісі 125-ті қосқанда өрнектің мәні 725-ге тең болады. 7-ші есептеулерді түсіндір. 790 мен 49-дың айырмасы 741-ге тең. 790 мен 499-дың айырмасы 291-ге тең. 564 пен 29-дың қосындысы 593, 564 пен 299-дың қосындысы 863-ге тең болады. 443 пен 39-дың қосындысы 482 болса, 443 пен 39-дың айырмасы 404-ге тең болады. 348 пен 19-дың айырмасы 329-ға тең. Ал 348 бен 199-дың айырмасы 149-ға тең болады. 247 мен 39-дың қосындысы 286 болса, 247 мен 399-дың қосындысы 646-ға тең. 443 пен 399-дың қосындысы 846. Ал 443 пен 399-дың айырмасы 44-ге тең болады. 8-ші тапсырма тура теңдік шығатындай жақшылар қой. 7 мен 8-дің көбейтіндісі 56, 56 мен 4-тің қосындысы 60-ға тең болады. Жақша осы өрнектерге қойылады. 60-ты 4-ке бөлгенде өрнектің мәні 15, 15 пен 2-нің қосындысы 17-ге тең болады. Ал енді келесі теңдікке жақша қояйық. Мұнда 8 пен 4-тің қосындысына жақша қойылады. 8 пен 4-тің қосындысы 12 болса, 72 пен 12-нің көбейтіндісін 4 есеге кемітіп, шыққан мәнді 2-ге қосамыз. Сонда өрнектің мәні 23-ке тең болады. Демек, біз теңдіктер тура шығатындай етіп жақшаларды қойып шықтық. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.